Men senin ustazım. Небольшой сюрприз. Какой? Я вам тоже такой привез. Да, сейчас да. Мне что-то Оля, не нервируй меня. Это важно было для ее же зрителей. Абсолютно. Это важно было для нее самой. Да. Моля, не нервируй меня. Понятно? Мен senin ustazım. Василий. Жаңа бір видео көрдім. Ана бір Наил дейтін бір қатын сияқты бір жігіт бар ғой. Бет бояйтын ба, көт бояйтын ба түсінбедім. Сол деген Баянның алдына деген аппақ футболкаға деген ұстазым артына мөлдір деп жазып алыпты да. Сөйтіп өзіне хайп жинап жатыр ғой енді. Сол волнаны ұстап тұр ғой. Өйтіп жинаған хайптарын құрсын. Наоборот көтершиш. Мөлдір деген қара домбыраны арқалап, өзінше өз күнін өз көріп жүрген жалғыз басты ана ғой. Иә, бір шалынды, айтарын айтты. Бұлар қоймайды ғой енді. Арқат, қоя қойсаңдаршы. Ана Баянда бет жоқ, ол да күліп тұр. Баян кішкене сенің ұяттау енді, қоя қой керек қой. Концертің өтті, ел барды, алғысыңды алдың. Енді өйтіп жерлей берудің қажеті жоқ қой енді. Әне бір бары қасында қатын сияқты жаңа жігітке жүрегімен шын айтайын бар ғой. Достар, мынау не сұмдық енді. Әлеуметтік желі не болып кеткен? Барлық шындықты жайып салам. Ешкім маған ренжімесін. Әлем дамып, ғарыш асып, Марсқа ұшып жатыр. Ал біздің санамыз әлі әртістерден әрі аспай жатыр. Өзі бабалар айтқан баянсыз өмірімізді, Баянның өмірін талқылап қорылдығы. Ұрпақтан ұят болды ғой, ұрпақтан. Өткенді айттым, достар, мен ғылым білімге, өнер тапқыштарды қолдайтын сондай бір бағдарлама жасаймын дедім. Сол кезде сіздер айттыңыздар, Бекжан дұрыс, мен сені қолдаймын. Белден төмен әңгімеден әбден шаршадық. Болды, жаса дедіңіздер. Міне сол сәт келді ағайын. Жасадым, арнайы барып түсірдім. Қазақтың жігіттері дрон жасап жатыр екен, көлік жасап жатыр екен, робот жасап жатыр екен. Неге соны жарсалмасқа, көрсетпеске? Сенбесеңіздер, міне тизерін көріңіздерші. Біздің мақсатымыз 100 мыңдаған қазақ баласына осындай дронды қалай жасау керек екенін үйрету. Осы видеоны көрген әрбір қазақтың баласы енді жауапкершілік сізде. Бізден жеткізу аманат сізге тапсырылды. Әркімнің жеке өмірі миллиондап YouTube'та көрілім жинап жатыр. Ал қазақтың өнер тапқыштары ондай жинай алмай ма? Ертең ұл-қыздарыңыздың болашағы үшін уайымдамайсыздар ма мына қоғамда? Егер сізге шынымен де ұрпақ қамы уайым болатын болса, ұл-қызыңыздың болашағы уайым болатын болса, профилде YouTube'тың сілтемесі тұр. Соған кіресіздер, астына ең болмаса қолдаймыз деген бір ауыз сөзіңіз жеткілікті. Жастардың көруіне ертең сол себеп болады. Сондықтан достар, ұрпақ қамы бүгінгі біздің әрекетіміз. Қолдау күтемін. Ой, ұстазым, конечно, я приму участие. Ұстазым, это же любимое слово. Ұстазым, мен сізге өте ризамын. Ұстазым, мені. Ұстазым. А, ұстазым, конечно.